Құрметті білім алушылар, сіздердің назарларыңызға интервьюлерді көгалдандыру пәніне 11-ші дәріс тақырыбы жаз мезгілінде көшелі көгалдандыру үшін бөлме өсімдіктерді пайдалану ұсынылады. Дәрістің мақсаты бөлме өсімдіктердің ассортиментімен және оларды көшелі көгалдандыруды пайдалану мүмкіндігімен танысу. Дәстүрлі түрде бөлмелі деп саналатын көптеген сәнді өсімдіктер жазда ашық топырақта жақсы өседі. Аясыз кезең өте ұзақ болатын оңтүстік аймақтарда көшелік көгалдандыруды бөлме өсімдіктерін пайдалану әсіресе перспективалы. Өсімдіктерді қышақ құмыраларда және басқа контейнерлерде көшеге шығаруға немесе ашық топыраққа отырғызуға болады. Көгалдандырудағы қызықты әдіс кейде контейнерлік көгалдандыруда немесе күбілік мәдени өсімдік деп аталатын тоқтата тұру мәдени өсімдігін пайдалану болып табылады. Бұл әдіс жылу сүйгіш өсімдіктер үшін ашық топыраққа отырғызылмайды, бірақ жылдың жылы мезгілінде ашық аспан астындағы күбіліктерде жазғы деп аталатын жерде өсіріледі. Мұнда мына көрініс ұсынылған. Көбінесе бұл әдеттегі технология қолданыла алмайтын жерлерде көгалдандырудың жалғыз мүмкін нұсқасы, мысалы төселген алаңшалары. Тағы бір жағымды жағы, бұл берілген климаттық жағдайларда өмір сүрмейтін өсімдіктер көшелі көгалдандыруда пайдаланылады. Пальмалар, юккалар, драценалар, цитрус жемістері және тағы аспалы мәдени өсімдік ретінде кеңінен пайдаланылады. Сондай-ақ бөлме өсімдіктерінен оларды үлкен контейнерге орналастыру арқылы сәндік топтар құруға болады. Оларды қыш құмыралардан шығармай, күзде оларды көп қиындықсыз қайтадан үйге әкелуге болады. Мұнда көрінісі ұсынылған. Барлық бөлме өсімдіктер оларды үй-жайлардан ашық ауаға орналастыруға бірдей қарамайды. Субтропикалық пальмалар, трахикарпус, хамеропс, құрма, орхидеялар, целогена, адонтоглоссум, ванда, дендробиум, араукария, юккалар, бөлме раушандары, алиандр, үлкен жапырақты гортензия, бугенвилия, цитрустар, мирт, кливия, лавр, жапон мушмуласы, анар, бересклет, гибискус, алоэ, сансевьера, драцена, агавалар, хавортиялар, барамельтіндер, замиокулькус, нолина, плюмба, тунко, аралия, фуксия, шөл кактустары көшеге шығарғанды өте жақсы көтереді. Көшеге сәндік жапырақты бегонияларды, узамбара, шегір гүлдерін, каладиумды, дифенбахияны, спатифилумдарды, нефролеписті, адиантумды, орман кактустарын шығаруға болмайды. Бірқатар өсімдіктерді тікелей жерге отырғызып, олардан гүлзарлар жасауға болады. Мұндай өсімдіктерге гипеаструмдар, амаралистер, эухарис, гименокалис, хлорофитумдар, калеус, пеларгониялар, традискансалар, шырмауықтар, бегониялар, бальзаминдер, фуксиялар, синадиум түгені, дифратистер, деппе, саумалдығы және тағы басқалары жатады. Көрініс ұсынылған сізге. Бөлме өсімдіктерінің көше жағдайларына жаңа ортаға біртіндеп және дұрыс дайындалған жағдайда ғана пайдалы болатыны есте ұстаған жөн. Экологиялық жағдайдың күрт өзгеруімен олар күнге күйіп, жапырақтарын төгуі мүмкін. Сіз тіпті ең күйі талғамайтын өсімдіктерді аяз қаупі өткен кезде ғана сыртқа шығара аласыз. Алдымен өсімдіктер тікелей күн сәулесінен және қатты желден қорғалған жерлерде орналастырылады. Егер сіз өсімдіктерді ашық жерге отырғызуды жоспарласаңыз, онда олар алдымен көше жағдайларға үйретіледі, содан кейін ғана көшіріп отырғызады. Күзде өсімдіктерді түнгі суықтың басталуын күтпестен бөлмеге көшуге дайындайды. Оларды сондай-ақ біртіндеп аз жарық жағдайларына үйретіп, көлеңкеге көшіру керек. Өсімдіктерді гүлзарлардан қыш құмыраларға көшіріп отырғызады, немесе қалемшелейді. Талған қалемшелерді тамырландырады және бөлмеде жас өсімдіктер өсіріледі. Ана көрінісіге ұсынылған. Назарларыңызға рахмет.